Сәлем достар, бүгін сіздерге Қазақстан телеарнасында көрерменге жол тартқан жүректегі көз түрікше атауы Хеджай телехикаясының басты кейіпкері Эбру Шахин туралы видео дайындадым. Бұл видеодан актрисаның балалық шағы, мансабы, махаббаты және жеке қызығушылықтары жөнінде біле аласыздар. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, каналға жазылып, қоңырауды басып қойыңыз. Ал кеттігендеше. Түріктің талантты әрі сұлу актрисасы Эбру Шахин 1994 жылы 18 мамырда Стамбул қаласында дүниеге келген. Бойының ұзындығы 1,66 см, салмағы 54 кг, зодиак белгісі торпақ. Эбру Шахин бала күннен спортты жанына серік еткен. Ол 7 жасынан бастап жүгірумен және мәнерлеп сырғанаумен айналысқан. Көбіне бастауыш мектепке ауысымның орнына мәнерлеп сырғанақпен келген. Кейінірек актриса жеңіл атлетикамен сәтті айналысып, университеттің спорт бөлімін бітіреді. Алайда ол спортты емес, өнер жолын таңдайды. Себебі оған ерлердің жасанды мүсіні ұнамай қалады. Мен өмірімдегі ең бастысы актерлік өнер деп шештім. Әрқашан актерлік өнермен айналысқым келді. Бірақ белгілі бір уақытқа дейін оған мән бермедім дейді Эбру. Қазірде оның менеджер болып табылатын Абдулла Булутпен кездескен бой жеткеннің кино әлемінде жолы болды. Эбру Шахиннің түсірілім алаңындағы алғашқы қадамы Булут Моне телехикаясынан басталды. Алайда ол Стамбул келіні телехикаясында ғана көрерменнің ықыласына бөленді. 2019 жылы Хеджай телесериалында қазіргі таңда Қазақстан ұлттық арнасында жүректегі көз атауымен беріліп жатыр. Раянның рөлін сомдау арқылы одан сайын танымалдығы арта түсті. Актрисаны әріптестері шынайы, эмоционалды, сезімтал, үнемі күлімсіреп жүретін еңбекқор ретінде сипаттайды. Тіпті ол өз рөлін беріліп ойнайтыны соншалықты 4-6 сағаттан артық ұйқыға уақыты да жоқ. Алайда жұмыстың мұндай ауырлығы актрисаны ешқашан шаршатқан емес. Керісінше, Эбру түсірілім процесін өте жақсы көреді. Ол әріптестерінің көзіндегі шынайы шығармашылық ұшқынын жоғары бағалайды. Айта кетейік, актрисаның балалық арманы Болливудта ойнау болған екен. Эбру Инстаграм әлеуметтік желісінде өте белсенді, оның 4 миллионнан астам оқырманы бар. Ол әлеуметтік желі біздің өміріміздің бір бөлігі. Инстаграм бұл мен жиі қолданатын қолданба. Мен өзімді суретке түсіргенді ұнатамын. Оны адамдармен бөліскенді және фотосуреттердің астына мақалалар жазғанды жақсы көремін дейді. Рас, актриса уақыт тапшылығынан екі сөйлемді де жаза алмайтынына өкінеді. Эбру Шахин бос уақытысында жасыл желекке малынған және Босфор бұғазының жағасында орналасқан Стамбул маңындағы елді мекендерді аралағанды жақсы көреді. Ал осы жазда оның өмірінде ерекше оқиға орын алды. Актриса Түркияның атақты спортшысы Джеди Османмен шаңырақ көтерді. Олар 2019 жылдан бері кездесіп жүрген болатын. Актриса өз тойының жарқын сәттерін Инстаграм парақшасына салып, оқырмандарымен ең бақытты сәттермен бөліскен. Қазіргі таңда Эбру Шахин Дастан атты сериалға түсіп жатыр. Онда Аққыз деген батыр қыздың рөлін сомдайды. Достар, осымен бүгінгі видео тамам. Алдағы уақытта Миран туралы видео шығаратын боламын. Сондықтан да каналға жазылып, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал сіздерге Эбру Шахиннің кинодағы қай бейнесі көбірек ұнайды? Өз ойыңызды комментке қалдыра кетіңіз. Сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.